Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін асқабақтан дәмді ботқа дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен осылай духовкада дайындайтын боламыз. Табамызды сұйық маймен майлап, бір пияз, 2 кішкентай тісше сарымсақ, яғни чеснок, және де асқабақтың өздеріңізге керек мөлшері. Бұл жерде мөлшерімен 300-350 грамм. Және тұз себеміз, зәйтүн майын құямыз бетіне. Және қызып тұрған духовкаға саламыз. 20-25 минут көлемінде пісіріп алсаңыздар болады. Піскенін шанышқының көмегімен байқайтын боламыз. Негізі тез пісіп шығады. Одан кейін осылай бір ыдысқа барлығын салып аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды 200-250 грамм мөлшерінде құятын боламыз. Егер сұйықтау болған қаласаңыздар, көбірек құйсаңыздар болады. Және де бір ас қасық сливки қосын бұл жерде. Ол өз қалауларыңызша. Және блендермен жақсылап осындай әдемі ботқа аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Әсіресе үлкен адамдарға, балаларға өте пайдалы.